Қыздар, фармасидің бүкіл әлемдік деңгейде жұмыс жасай ма, жасамай ма, заңды ма, заңды емес па компания екенін білу үшін Business for Home деген сайтқа кіреміз. Мына жерде компания деген жерге фармаси деп жазамыз. Міне Ф бірлік деп тұр. Вот фармаси компаниясы. Плюс 3%, яғни товар айналымы көбейіп жатыр деген сөз. 23 жылы 440 миллион товар айналымы жасаған. Плюс 40 деген пайыз деген товар айналымынан беретін ақшасы 40% ақша береді. Қазіргі кезде 20-шы орында тұр. Представляете, қандай керемет компания. Енді өзіміз білетін Ф бірлікті көрейік. Ф бірлік тоже заңды компания. Көп адамдар Ф бірлікте бізде жұмыс жасайды. Минус 5%-ға кеткен екен. Товар айналымы тоже 2023-те өте жақсы. 346. Товар айналымынан 35% береді екен. 147-ші орында тұр екен қазір. Арғатай, тағы да Арифлейм, Арифлейм, енді бұл жарты ғасырлық тарихы бар компания. Минус 18%-ға кетіпті. 811 миллион товар айналым жасаған. Қазір 157-ші орында тұр. Товар айналымы 30% береді екен. Тағандай Ерсакты іздеп көрейік. Ерсак. Ондай компания жоқ дейді. МВ компаниясы бір ғасыр жұмыс жасап жатқан компания. Минусқа кетіпті, бірақ товар айналымы өте күшті. Товар айналымынан 24% ғана береді екен, представляете? Біз 40% береміз. Қазіргі өзінде 71-ші орында тұр екен. Тағы қандай компаниялар бар. Осылай теріп жазсаңыздар болады. Қандай компанияларыңыз бар. Мысалы, Coral Club International. 4 миллион товар айналым болған екен. Канадский товар айналымын жақсы береді екен. 48%. Қазіргі кезде 279-ші орында тұр екен. Өстіп компаниялар тексерсеңіздер болады. Фармасидікі бізде Элтон бар болғаны 15.000 теңгемен бастаймыз. Қалған компанияларды салыстырып ақшасын көрсеңіздер болады. Кім көп ақшамен бастағысы келеді? Басқа компанияны таңдап, кім аз ақшамен бастағысы келеді? Фармасид таңдасаңыздар болады. Avon осылай жазылады ғой. Avon жоқ екен, қыздар. Flavon деген компания бар екен.